Selam dostlar, sizlerle birlikte ben Steve'nin ömrünü sürüyorum. Bugün biz Steve'nin ömrünün birinci seriden başlayalım. Ben bunda yürüyüp kalay düştüm. Men kеше bir oyun oynап едім ғой. Сол кезде Minecraft деген oyun ойнаған кезде осындай жерге тап болып едім ғой. Кет, судың астына барып көрейікші. Түсіріне қараңыздар. Мынаны барып көруге бола ма? Ойбай. Мынау тартып болып кетеді екен достар. Достар, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Мен бұл рубриканы жаңадан бастадым. Достар, енді бізге талсындыру керек. Мен ойнаған кезде біріншіден талсындырғам. Қойларды өлтірген, содан кейін ет беріпті маған. Ол еттерді қалай пісірем мен? Су түсірем бе? Күнге күйдірем бе? Лайк басып кетіңіздер. Енді бүгін видео бір ұзақ болатын шығар деп ойлаймын. Енді бұдан біз по-моему не жасаймыз? Ағаштарды көбейтейік. Доски жасайық, доски. Істеп жасаймыз. И сосын не істейміз бұда? Верстак жасайық. Верстак дейм аты. Палка. Мен баяғы өмірге түсіп кеткен секілдімін достар. Сол үшін мен дейтін өзіме қандай жасаймын? Қарулардан жарайды, онда балта жасайын мен. Мынауынан жасап көрейін. Қылыш, ең басты бізге қылыш керек. Не дейді? Деревная лопата керек бізге. Достар, мен Майнкрафтты басына енді ойнап жүрмін. Енді лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақыттарда біз үлкен болып дамитын боламыз. Неше түрлі рубрикалар түсіретін боламыз. Skyblock, бір блок дегендердің бәрін білемін мен. Сол бәрін түсіретін боламыз. Комментарияға жазып кетіңіздер. Не істеуге болады Майнкрафтты тағы, не ойнауға болады, жазып кетіңіздер. Мысалы, қандай рубрика түсіруге болады, челленджер айтып кетіңіздер. Бәрін түсіретін боламын мен. Және де достар, мен әртүрлі балалармен, әртүрлі достармен, інілермен ойнайтын боламын. Ертеңде бір Стивтің өмірін түсіретін боламын. Тағы бір рубрикаларды түсіремін. Мысалы, қандай рубрика түсірсек? Өздеріңіз шешіп, комментарияға жазып кетіңіздер. Және бұл видеоны достарыңызға да таратып жіберіңіздер. Стивтің өмірін түсіретін боламыз. Және де Стивті дамытып бәріміз. Өзіміз Стивті дамытатын боламыз. Енді кішкене бір не жасауға болады бұл ағаштардан? Қайық жасауға болады. Қайық қалай жасайды екен? Соны жазып кетсеңіздер, или верстактан табамыз оны. Верстакқа барайықшы. Верстагым қайда еді? Алда мен тек қана Стивтің өмірін ғана емес, басқа да ойындар көп. Free Fire түсіру мүмкінмін. Немесе GTA түсіру мүмкінмін. Түстер көп қой ойын деген. Өйбе верстагым іздеуші өзімді өтіресің. Достар, енді осылай. Мынау не? Осы екен қайық. Осыны жасап алайын. Және де достар, басқа да аралдарға баратын жол болса айтып кетіңіздер. Достарыңызға жіберіп тіркеліп отырыңыздар. Майнкрафт мен компьютермен ойнағаннан кейін телефонмен ойнамай жатырмын. Жердің астарында көп дегендер бар екен. Достар, мен негізі өзімнің аралымнан кеттім кеп тұрым жоқ, сосын өзімнің аралыма қайта қайтып.
Мен көптеген видеолар түсіретін боламын. Сол үшін маған лайк басып, алдағы уақытта басқа да ютуберлер сияқты дамытып жіберіңіздер. 10 подписчикке жеткізіңіздер. Бір алдағы мақсатымыз сол болсын дегенім да. Күшті дрифт өтетін бір. Достар, бір 100 лайктан кейін екінші бөлім түсірем. Сосын 100 лайк жинап кетіңіздер. Жүздік шығарсаңыздар екінші бөлім шығарам. Ал осымен қазір мен аралыма қайтамын. Осы жерден шығайын. Достар, енді осы ғана болды, ренжімеңіздер. Келесі серияда 10 подписчик жинасаңыздар үшінші бөлім шығаратын боламын. Достар, қойды өлтірейін. Мен ютубтан қарағаным бойынша қойдан төсек жасауға болады екен. Сол үшін мен қойдан өзіме төсек жасап алайын, хотя бір. Қасында інім отыр, сол түсіндіріп отыр маған, ол біледі екен төсек жасауды. Өйткені ол Майнкрафт көп ойнайды ғой. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Лайк басып достарыңызға жіберіңіздер.